Холестерин ағзаны бір қалыпты жұмыс істеуіне пайдасын тигізетін құрамдас бөлік болғанмен, оны артық пайдалану артериялық тамырлардың ішіне майлы заттардың жиналып, жүректің ишемиялық ауруының қауіп-қатерін арттыратын белгілі. Қандағы холестеринді қалай азайтуға болады? Дәл бүгін сіздерге осы туралы толық ақпарат айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Және де достар, каналыма тіркеліп, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Бірінші, холестеринді азайтудың ең қарапайым және ең қолжетімді түрі ол диета болып табылады. Ол үшін тамақ рациондағы тәтті және майлы тағамдарды алып тастап, ұйықтардан алдын тамақтанбау қажет. Екінші, холестериннің негізгі көзі жануарлар өнімдері болып табылады. Сондықтан оларды тұтынуды азайту немесе құрамында холестерині аз өнімдерді пайдаланған жөн. Үшінші, майсыз сүзбе тұтынып, майсыз сүт ішіңіз. Төртінші, жұмыртқа пайдалануды шектеу қажет. Аптасына 2 жұмыртқа тұтыну жеткілікті. Бесінші, майлы етті қоян, бұзау, тауық етімен алмастыру қажет. Алтыншы, рационыңызға майлы теңіз балығын қосыңыз. Теңіз балығындағы қанықпаған май қышқылдары қан тамырларды тазартуға және оларда холестерин туындауының алдын алады. Жетінші, дәл осы қасиеттер теңіз өнімдерінде де бар. Теңіз орамжапырағын көп тұтынғаныңыз пайдалы. Сегізінші, брокколи, қырыққабат пен пияз жеуді ұмытпаңыз. Олардың құрамында холестеринді төмендетуге қажетті элементтер бар. Тоғызыншы, холестерині жоғары адамдар үшін күнбағыс, жер-жаңғақ, соя және зәйтүн майлары өте пайдалы. Сондай-ақ, холестеринге қарсы зығыр майының да әсері бар. Жақында ғана ғалымдар күніне 70 грамм бадам жеу холестериннің деңгейін төмендету мүмкіндігіне ие екенін дәлелдеді. 11-ші, жидектерді көбірек жеңіз, себебі олардың құрамында салицил қышқылы болады. Олар қандағы холестерин деңгейін төмендетеді және қанның ұюына жол бермейді. Күніне 3 түйір сарымсақ жесеңіз, қаныңыздағы холестерин деңгейі 15%-ға дейін азаяды. Ол тек жаңа піскен сарымсақ болуы керек. 12-ші, жаман әдеттерден аулақ болыңыз. Күнде таңертеңгілік жаттығу жасауды, серуендеуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған жүз жаса каналы, менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.